Саламатсыңдар ма балалар? Математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы разрядтан аттамай екі таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлу. Бүгінгі сабақта сен екі таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлесің. Балалар, сендер экраннан Пифагорды көріп тұрсыңдар. Пифагор ертедегі грек математика. Пифагор кестесі бүгінде көбейту кестесі ретінде белгілі. Онда цифрдың орнына грек әліпбиінің әріптерін орналасқан. Осы әріптерді цифрлармен ауыстыр. Ол қалай құрылғанын сен түсіндіре аласың ба? Және ғаламтордан грек әліпбиінің атауларын тап. Мысалы, мұнда альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон, зета, eta, тета. Міне осылайша грек әріптері оқылады екен. Ал енді біз әріптерді цифрлармен ауыстырған нұсқасына назар аударайық. Біз күнделікті қолданып жүрген көбейту кестесі пайда болады. Мысалы, 1 мен 1-дің көбейтіндісі 1-ге тең. Ал 2 мен 2-нің көбейтіндісі 4-ге тең. 3 пен 3-дің көбейтіндісі 9-ға тең. Бізге бұл көбейту кестесі таныс, бірақ біз оның Пифагор кестесі екенін бүгін танысып отырмыз. Бұл кесте Пифагор кестесі деп аталады. Балалар, мысал 2-ге назар аударамыз. Баған түрінде есепте, дұрыстығын тексер. 62 мен 2-нің бөліндісін баған түрінде бөліп көрейік. Алдымен 6 ондықты 2-ге бөлеміз. 6 мен 2-нің бөліндісі 3-ге тең. Енді тексереміз. 3 пен 2-нің көбейтіндісі 6-ға тең. Ол 6-ны 6 ондықтан аламыз. 0-ге тең. Енді 2 бірлікті бөлеміз. 2 мен 2-нің бөліндісі 1-ге тең. Тексереміз. 1 мен 2-нің көбейтіндісі 2-ге тең. Оны 2 бірліктен азайтамыз. Нәтижесі 0-ге тең. Ал енді оқимыз. 62 мен 2-нің бөліндісі 31-ге тең. 68 мен 2-нің бөліндісін баған түрінде есептеп көрейік. Мұнда бірінші толымсыз бөлінгіш 6-ға тең. Яғни 6 ондықты 2-ге бөлеміз. 3 болады. Ал енді тексереміз. 3 пен 2-нің көбейтіндісі 6-ға тең. Оны 6 ондықтан азайтамыз. 6-дан 6-ны азайтқанда 0 болады. Енді 8 бірлікті 2-ге бөлеміз. 8 пен 2-нің бөліндісі 4-ге тең. Тексереміз. 4 пен 2-нің көбейтіндісі 8-ге тең. Оны 8 бірліктен азайтамыз. Нәтижесі 0-ге тең. Ал енді оқимыз. 68 пен 2-нің бөліндісі 34-ге тең. Енді 24-ті 2-ге баған түрінде бөліп көрейік. Алдымен ондықтардан бастап бөлеміз. Бірінші толымсыз бөлінгіш 2-ге тең. 2 мен 2-нің бөліндісі 1-ге тең. Тексереміз. 1 мен 2-нің көбейтіндісі 2-ге тең. Оны 2 ондықтан азайтамыз. 0. Ал енді 4 бірлікті 2-ге бөлеміз. 4-ті жазамыз. 4 пен 2-нің бөліндісі 2-ге тең. Тексереміз. 2 мен 2-нің көбейтіндісі 4-ге тең. Оны 4 бірліктен азайтамыз. Нәтижесі 0-ге тең. Ал енді жазамыз. 24 пен 2-нің бөліндісі 12-ге тең. Есеп 3. Есепті амалдар бойынша шығар. Облыстық Пифагор математикалық олимпиадасына қала мектептерінен 69 бала, ал ауыл мектептерінен 93 бала қатысты. Әр мектептен 3 оқушыдан келді. Олимпиадаға барлығы қанша мектеп қатысты? Есептің шартын құрастырамыз. Қала мектептерінен 69 бала, ауыл мектептерінен 93 бала қатысты. Әр мектептен 3 бала қатысқан. Олимпиадаға барлығы қанша мектеп қатысты? Алдымен 69-ды 3-ке бөлеміз. 23. Яғни қала мектептерінен
23 мектеп қатысқан. Енді 93-ті 3-ке бөлеміз. 31. Ауыл мектептерінен 31 мектеп қатысыпты. Ал енді әр мектептен 3 бала қатысқан деп тұр. Оны біз бөлдік. 69-ы 3-ке бөлдік және 93-ті 3-ке бөлдік. Сонда барлық мектептің санын табу үшін 23-ті 31-ге қосамыз. 54. Жауабы барлығы 54 мектеп қатысты. Есеп 4. Қысқаша жазылуы бойынша есеп құрастыр. Оны шығар. Қала мектептері 11 баладан 4 топ. Ауыл мектептері 11 баладан 8 топ. Қайсы артық? Есептің шешуін табамыз. 11 мен 4-тің көбейтіндісі 44, яғни қала мектептерінен 44 бала қатысқан. 11 мен 8-дің көбейтіндісі 88, ауыл мектептерінен 88 бала қатысқан. Енді қайсы мектептің келген оқушылардың артық екенін табу үшін 88-ден 44-ті азайтамыз. Нәтижесі 44-ке тең. Жауабы ауыл мектебінен 44 бала артық қатысты. Мысал 5. 32 мен 2-нің көбейтіндісін баған түрінде есептеп көрейік. 32 мен 2-ні көбейту үшін алдымен біз бірліктерді көбейтеміз. Яғни 2 бірлікті 2-ге көбейтеміз. 4 болады. Енді 3 ондықты 2-ге көбейтеміз. 6. Демек 32 мен 2-нің көбейтіндісі 64-ке тең. Ал енді 93-ті 3-ке баған түрінде бөліп көрейік. Алдымен 9 ондықты 3-ке бөлеміз. 3 болады. Тексереміз. 3 пен 3-тің көбейтіндісі 9-ға тең. Оны 9 ондықтан азайтамыз. 9-дан 9 азайтқанда 0. Енді 9 бірлікті 3-ке бөлеміз. 3 болады. 3 пен 3-тің көбейтіндісі 9. 9-дан 9 азайтамыз. 0. Енді жазамыз. 99 бен 3-тің бөліндісі 33-ке тең. Есеп 6. Қысқаша жазылуы бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Бірінші күні автобусқа 21 адам мінген, ал екінші күні 3 есе артық адам мінді. Сонда барлығы қанша адам мінді деп тұр. Алдымен біз мұнда екінші күні қанша адам мінгені белгісіз. 3 есе артық деп тұр. Олай болса 21-ді 3-ке көбейтеміз. 63, яғни екінші күні 63 адам автобусқа мінген. Енді барлығы 2 күнде қанша адам мінгенін табу үшін 21-ге 63-ті қосамыз. 84. Жауабы барлығы 84 адам мінді. Есеп 6-ның әр нұсқасына назар аударамыз. Бірінші күні 31 адам мінген. Екінші күні белгісіз 12 адамға кем мінді. Үшінші күні белгісіз адам мінген. Яғни қанша адам мінгені белгісіз. Бірақ осы 3 күнде барлығы 90 адам автобусқа мінген. Алдымен біз екінші күні қанша адам мінгенін табу үшін 31-ден 12-ні азайтамыз. 19. Яғни 19 адам екінші күні мініпті. Енді бірінші күні және екінші күні мінген адамдардың санын қосамыз. 31 мен 19-дың қосындысы 50-ге тең. Ал енді үшінші күні қанша адам мінгенін табу үшін біз барлық адам санынан 50-ді азайтамыз. Яғни 90-нан 50-ді азайтамыз. 40. Жауабы үшінші күні автобусқа 40 адам мінді. Мысал 7. Теңдеулерді шеш. Балалар, сендер экраннан күрделі теңдеуді көріп тұрсыңдар. 63 пен x-тің бөліндісі 159 пен 150-дің айырмасына тең. Алдымен теңдіктің оң жағындағы айырманың нәтижесін табамыз. 63 пен x-тің бөліндісі 9-ға тең. Яғни 159-дан 150-ді азайтқанда 9 болды. Біз құрылымы күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырдық. Ал енді x-тің орнында қандай сан бар екенін табу үшін 63-ті 9-ға бөлеміз. X тең 7-ге.
яғни x-тің орнында 7 бар екен. 7 санын бастапқы x-тің орнына қоямыз. 63 пен 7-нің бөліндісі 159 пен 150-дің айырмасына тең. 9 тең 9. Көпшілікке танымал геометриялық конструкторды әлі де Пифагор бас қатырғышы деп атайды. Осындай ойын әзірлеп көріңдер. Осы және басқа да пішіндерді құрастырып көр. Және ұстаздарыңа өзің жасаған пішіндерді, яғни пішіндерден қандай зат немесе қандай жануар құрастырғаныңды ұстазыңа көрсетуді ұмытпа. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.